Арық шайтан мен қарық шайтан. Екі шайтан кездесіп қалыпты. Бірі ілмиген арықта, екіншісі іркілдеген семіз екен. Қарық шайтан: неге сонша азып тозып кеткенсің дейді таңғала. Арық шайтан: мені бір мұсылманға бекітіп берген. Ол не жесе де оң қолымен алып Алланың атымен бастайды. Сондықтан мен ылғи да аш қаламын. Өзінің жай-күйін жаман емес сияқты ғой, деп танысының тұла бойын көзімен шолып шығады. Қарық шайтан: мен дінсіз адамның шайтанымын. Ол үйге кіргенде де, тамақ жегенде де, төсекке жатқанда да Алласын есіне бір алмайды. Содан қарным да тоқ, жаным да тыныш, нағыз рахат өмір менікі депті. Айта берсе мұндай мысал әңгімелер өте көп. Бұл оқиғалар өмірде дәл осылай болды ма, әлде ол адамның санасында болып жатқан айқастарды бұрынғылардың бейнелеп жеткізгендері ме, кім білсін. Бір анық нәрсе, шайтанның анық бар екені, және ол біздің өміріміздің әр сәтіне араласып, көкейімізге зиянды ойларды үздіксіз салып отыратындығы. Мақсаты адам баласының неғұрлым көбірегін тозақлардан ету ғана. Оны жеңу үшін бізге ең керек нәрсе Алладан жәрдем сұрап, пайғамбардың жолын ұстанып, хадистеріне амал жасай беру.